Оқыту жақсы көруден басталады. Бір профессор социология факультетінің студенттерін Балтимор қаласының кішкентай бір ауылына жібереді. Сондағы тапсырма ол ауылда тұратын 200 ер баланың мінез құлқын зерттеп, әрбір баланың келешегі жайлы өз тұжырымын жазу болатын. Тапсырманы орындап келген студенттердің берген бағасы 1 болды. Балалардың ешбірі адам болатын емес. 25 жылдан кейін социология пәнінен басқа бір профессор осы зерттеу жұмысты тауып, өз студенттеріне жобаны жалғастырып, жобадағы балалар тұратын ауылға барып, балалардың қандай адам болып өскенін қарап келуін тапсырады. Студенттер ол ауылдан көшіп, не болмаса қайтыс болған 20 шақты баладан басқасын бәрін тауып алады. Қалған 176 баланың бәрі де керемет. Жетістіктерге жетіп, адвокат, дәрігер, бизнесмен болғанын көреді. Профессор қатты таңғалып, 25 жыл бұрын зерттеу нәтижелерінің неліктен қате болғанын білгісі келеді. Ержеткен балалардың бәрі әлі сол ескі ауылдарында тұрғаны үшін ол жерге барып, әрқайсымен жеке-жеке сөйлескісі келеді. Кішкентай кездеріңдегі қиын шақтарға қарамастан, жақсы азамат болып өстіңдер. Жетістіктеріңді қалай түсіндірер едіңдер? Деп сұрақ қояды. Сұрағына бәрінен де бірдей жауап алады. Ауылымыздың мектебінде бір мұғаліміміз бар еді. Бәрі де сол кісінің арқасы. Профессор мұғалімді тауып алып, онымен де сөйлескісі келіп, үйіне барады. Бетін әжім басқан құрметті ұстаздан жасөспірімдерді көшенің теріс әсерінен қалай құтқарып, олардың жақсы азамат болулары үшін қандай тәрбие көрсеткенін сұрайды. Ұлағатты ұстаздың көздерінен мейірім төгіліп, күлімдеп қана «Оп-оңай ғой» дейді. Мен ол балалардың бәрін жүректен шынайы жақсы көрдім.